Сәлеметсіңдер мен балалар. Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күш атасы балуан. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Ол өзін спорттық жолын Петербургте бастады. Қажымұқан Франция, Германия, Бельгия, Түркия, Америка сияқты ірі мемлекеттерде өткен белдесулерде жеңіске жетті. Ол барлығы 26 мемлекетте болды. Осы сындарда Қажымұқан 48 алтын, күміс және қола медальдарға ие болды. Ал 1927 жылы оған қазақ даласының батыры атағы берілді. Ал балалар, сендерге тапсырма. Қазақша күрес сөзінің мағынасын ашатын сөздерді атаңдар. Жақсы атадыңдар деп ойлаймын, иә? Мысалы, спорт, жекпе-жек, балуан, тағы да басқа сөздерді айтуға болады. Келесі мәтінді түсініп оқы. Балуан, естелік. Естелік біз білеміз, иә балалар? Ол өмірде болған, шын көзбен көрген, соны еске алуды айтады. Қажекең жер шарының 24 елін аралап, олардың балуандарымен белдескен. Алтыны бар, күмісі бар, барлығы 48 медаль алған. Медальдарын ені 1,5 қарыс қызыл масаты матаға тағып, кеудесін айналдыра асынып алатын болған. Ол 1905 жылы Қытай еліне барады. Бұл сапарға Ресейден 18 балуан қосылған еді. Құрамында Поддубный болмайды. Қажекен ресейлік балуан Поддубныймен бірге жүріп күресетін. Жол жүрерінде Поддубный оған: Қажымұқан, қасыңдағы серіктерің сенімді жігіттер, бәрі де алып күштің иесі, бірақ олар әлі ысылмаған, жас балуандар. Сондықтан үлкен балуан келгенде белдесуге өзің шық, дейді. Қажымұқан досының осы сөзін есінен шығармайды. Сайыс Харбин қаласында өтеді. Оған 30-ға жуық балуан жиналып күш сынасады. Алғашқы күні бірер күрестің өзі Ресей балуандарының басымдылығын көрсете бастайды. Арада бірер күн өткен соң кілемге Саркекен дейтін балуан шығып, ажал күресіне түсетінін айтады. Жапондар оны джиу-джитсу дейді екен. Ресей балуандары бұл күрестен бейхабар еді. Сондықтан ешкім белсеніп ортаға шыға қоймайды. Саркекен болса кілем үстінде жүріп алады. Төрешіде қайта-қайта жар салады. Болмаған соң, Қажымұқан тәуекелге бел байлап ортаға шығады. Әу дегеннен Саркекен мысықша қимылдап, балуанды айнала жүреді. Өзіне беймәлім күрестің сырын бағдарламайтын дегенше, Қажымұқанның бір жақ беті мен ерні жұлынып, қан сорғалайды. Саркекен мысықша атылып, тиген жерін пышақша тіліп, қақ айырады екен. Екінші рет қоңырау соғылғанда Қажымұқан ашуға булығып, шыңдап қайратына мінеді. Денесінің ауырғанын елеместен, Саркекенді желкесінен бір қойып қалады. Жапон балуаны жеңіліс табады. Цирк іші лезде айқай-шуға толып, жапондар қарсылық көрсете бастайды. Ресейдің 18 балуаны ешкімді жолатпай, үркердей топтанған күйі цирктен шығып, елшілер үйіне келеді де, түнгі пойызбен кері қайтады. Бәрі қуанышты. Бірі Қажымұқанның жарақатын таңып жатса, бірі суын береді, енді бірі бетін сүртеді. 5-6 күннен соң Петербургға жетіп, Қажымұқан ауруханада емделеді. Оны ең жақсы деген дәрігер қарап, достары да жалғызсыратпай жиі келіп тұрады. Әсіресе Поддубный ертелі кеш қасынан шықпайды. Ол әркез осыншама күш саған қайдан бітті деп риза көңілмен таңырқап сұрап қояды. Бала, бұл жерде жаңа айтады, ол Қажымұқан бұл спорт түрінен бейхабар дейді ғой, яғни хабарсыз, ол жақтың спорт түрін білмейді деген сөз. Келесі тапсырма, суретке қара, мәтінге сүйеніп, Қажымұқанды сипаттап айт дейді. Ал, сипаттаңдар. Сонымен, Қажымұқан қазақ елінің мақтанышы, алып күш иесі,
кәсіпқой балуан, парасатты, ойшыл, намысшыл, зейінді адам екен. Үй тапсырмасы балалар 60-63 беттерді мазмұндау 4-ші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.